balalar, bugün biz 25. sınıfın 3. yüzyılını çıkaramiz. Bize belgilenen tangent 8'den 7'de pi qo'shilgan tangent 8'den 7 pi. Yeni almayan biz ыңғайлы болу үшін 8'den 7 pi'de тілендіріп аламыз. Оны biz pi азайтылған 8'den pi деп тілендіреміз. Екі жақшада да. Sonra bize tangent pi azaytılgan 8'den pi qo'shilgan tangent pi azaytılgan 8'den pi. Pi'ların орнына biz 180'de qo'yamiz. 180 bize негіз ауыстырмайды. Сол себепті бізде tangent пен котангент өзі қалады. Сол кезде бізде минусы алдына шығарып жібереміз. Минус 180 болғандықтан бізде ол екінші шелекте тұрмыз. Сол себепті бізде таңбалары ауысады. Сондықтан біз екеуінің алдына да минус қоямыз. Минус tangent 8'den pi қосылған минус котангенттен 8'den pi. Келесі біз tangentті білеміз. Ол косинусы синусқа қатынасы. Сол себепті біз екеуін де тілендіріп аламыз. Косинус 8'den pi пиден синус 8'den pi. Қосылған косинус 8'den pi бөлінген синус 8'den pi. Енді біз ортақ бөлім береміз. Ол бізде косинус 8'den pi көбейтілген синус 8'den pi. Синус 8'den pi мен синус 8'den pi'ді көбейтсек бізде синус квадрат 8'den pi, және де косинусты көбейтсек бір-біріне бізде косинус квадрат 8'den pi шығады. Біз білетін форма бойынша синус квадрат альфа қосылған косинус квадрат альфа бізде 1-ді береді. Және де бөлімі дәп солай қала береді. Келесі біз бөлімені алымын 2-ге көбейтіп жіберсек, бізде формулаға сәйкес бізде синус 4'den pi ден 2 шығады.